Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, адам дүниеден өткен кезде бүкіл амалы тоқтап қалады. Тек үш іс қана тоқтамайды. Әуелгісі садақа жария, яғни сауабы үздіксіз барып тұратын садақа. Екіншісі пайдасы тиетін білім. Үшіншісі өзіне дұға ететін салихалы ұрпақ деген. Осы жерде тұрған сөз бар, садақай жария деген сөз бар. Садақай жария деген сөз, сіз дүниеден өтіп кетсеңіз де, себебі бәріміз дүниеден не қыламыз? Ертелі кеш дүниеден өтеміз. Ақылды кісі, саналы мұсылман, дүниеден кейін өмірдің бар екендігіне иман келтіргенбіз біз. Ақырет дегеннің жәннат, тозақ, есеп, қисап бар екендігіне иман келтірген адамдарымыз, пенделеріміз. Саналы мұсылман осы үш нәрсенің біреуі менің соңымда қалуы керек деп қам жеуі тиіс. Я менің артынан сауабы барып тұратын не керек? Бір садақайы жария керек. Сауабы үзілмей барып тұратын бір іс болу керек. Садақайы жария деген сол. Немесе менің соңымдан не қалсын? Пайдалы ғылым қалсын. Біздің мына оқып жүрген кітаптарымыздың барлығы біздің имамдарымыздың несі? Көз майын тауысып жазып кеткен еңбектері. Солардың барлығын біз арада бәленше ғасыр өткеннен сол кітаптарды оқып елге үйретіп жатырмыз. Ол не деген сөз? Артында пайдалы ғылым қалдырған кісі деген сөз. Мәселен, біздің елімізде көпшілігіміз Абу Ханифа мазхабын ұстанып жүрген еліміз. Абу Ханифаның ұлты да басқа, тұрған жері де басқа, өмір сүрген кезеңі де басқа. Бірақ артында сондай үлкен ғылыми мұра қалдырған, сол мұраның пайдасын біз неғып жүрміз? Көріп жүрміз. Оның қалдырған ілімінің сауабы күнделікті неғып тұр? Ол кісіге жетіп жатыр. Немесе мұсылман кісі өзінің соңында бір өзіне дұға қылатын салихалы ұрпақ қалдыруы керек.